Сабақ біткен соң аласың. Келгеніме 2 апта болды. Бір рет сабақ айтпадың. Күніге кешігіп келесің. Сабақтың үстінде бірдеңелерді ойлап, ұйықтап отырасың. Тағы да директордың алдына барғың келіп отыр ма? Жоқ. Ал енді берілген тапсырманы орында. Ал балалар, дәптерімізді ашып, шығармаларыңды жазыңдар. Менің өмірім тамаша еді. Ал арманым одан да көп болатын. Уақыт ұрлап барады ажарыңды, ана сенің өмірің ғажап үлгі. Өткен күнге отырсың шүкір айтып, құтқа балап кешкен мұң. Бірақ бәрі су сепкендей басылды. Азабыңды сын жақтарда қалған жоқ шүгін болам, жаныма ана сенің жырың қуам. Кеше біздер бал еді, түсінбеппіз, түсін алмай жүрек. Менің жағдайымды кім түсінеді? Кімге айтам жағдайымды? Жандосқа айтайын десем, ол түсінбейді. Жанарға айтайын десем, оған әлсіз болып көрінгім келмейді. Ал Нартай мазақтайды. Аға, батыр өз балаңыздай бола алмайды білем. Бірақ сізден өтінерім, оны балалар үйіне бермей, өз балаларыңыздың жанында жүре берсінші. Сен олай ойынға салынба. Әлі ақ жазылып, батырдың үйлену тойында төрде отыратын боласың. Мен олай өзімді алдағым келмейді. Өз қолыма ала, ойындама. Сын жақтарда қалған жоқ шүгін болам, жаныма ана сенің. Анам өмірден өткен соң, мен үшін өмірдің мәні қалмады. Анамды тек түсімде көретін болдым. Кейде армандаймын, анамды түсімде көрген бойда сол күй оянбай кетсем екен деп. Ал оянып кетсем, қатты өкінем. Шіркін-ай, өмірде анам бір рет құлыным деп айтқанын естісем ғой. Сіз қайдарсың кешігіп? Тіліктің бәрі қалды ғой жайында. Әлде мен сен қажет пе? Бол тез! Бол дедім ғой мен саған! Су беремей бол тез жаса! Айуан, осы баладан қалдық. Үйдегі балдар аздай, осы баланы бір дедімға өткіз жіберу керек. Не болды жан даусың шық? Жай, ана балаға ана жерді тұрмалай салшы деп айтып жатқаным ғой. Батыржан, жүр, киіміңді ауыстыр. Шай ішеміз. Күндердің күнінде жүрегімдегі сөніп бара жатқан отқа кішкене бір сәуле түскендей болды. Себебі сыныпқа жаңадан келген апайдың дауысы тура менің анамның даусына ұқсайды екен. Тіпті апайымның үстіне себетін әтірі де дәл анамның үстіне себетін иіссуымен бірдей. Сол сәттен бастап менің анам тіріліп келгендей сезімде болдым. Сағынышымды басу үшін неге болса да баруға дайын болдым. Тіпті сол орамалды иіскеп жатқанда анам басымнан сипап жатқандай сезімде болам. Шіркін-ай, егер апайым рұқсат берсе, анамнан қалған білезігін апайыма сыйға тартар ем. Катя апай, тыныштық па? Иә, тыныштық. Бір жеріңіз ауырып тұр ма? Жоқ, іш жерім ауырып тұрған жоқ. Меруерт, Иә, сенің қолың бос па? негізі шығып бара жатыр ем, не болды? Менің шұғыл шаруам шығып қалды. Маған көмектесе аласың ба? Не көмек? Менің сынымдағы сабақты аяқтап берші. Жарайды, аяқтайын, жүріңіз. Қанша сабағыңыз бар еді? Бір сабағым қалған. Жүріңіз. Тыныш. Жақсы сау болыңыз. Балалар, қалған сабақты мен жалғастыратын болам. Батыр, заттарыңды жинап, сыртқа шығып кетші. Батыр,
Мен сенің жан дүниеңді түсінбеппін. Егер анаңның білезігін маған бергің келсе, мен қабылдар едім. Сәлеметсіңдер ма, балалар, отыра қойыңдар. Ал, балалар, сабағымызды бастаймыз. Сендерге қосымша сұрақ. Ақтабан шұбырынды оқиғасы қай жылы болды? Кім білет? Абай, мен айтайыншы. Мөлдір, айта ғой. 1520 жыл. Жоқ, дұрыс емес. 1960 жыл ма? Жоқ, дұрыс емес. 1720. Кім айтты? Мен. Батыр. Тұра ғой, жалғастыр. Ақтабан шұбырынды оқиғасының болған жылы 1960 жыл ма? Жоқ, дұрыс емес. 1720. Кім айтты? Мен. Батыр. Тұра ғой, жалғастыр. Ақтабан шұбырынды оқиғасының болған жылы 1720 жыл. Жарайсың. Саған 5. О, мұна сасығың 5 алды ғой. ғана ашып айтайын, асылайын, сенен басқа түсінетін мені, жан бар ма жалғанда, сенен басқа. 10 жыл тұрасың, қардай болып кіресің, таудай болып шығасың деп, осыдан 11 жыл бұрын мектеп табалдырығын аттап кірген едік. Енді міне мектеп түлегі болып тұрмыз. Ұстаз деген ол екінші анамыз. Аналарымыз аман болсын. Әне міне дегенше, міне диплом алып отырсыздар. Ал енді жарық дүниеге әкелген ата-аналарыңыз бен білім мен сусындатқан ұстаздарыңызға мың алғыс айтамын. Мен арманыма жеттім. Мақсатымды орындадым. Оқуымды да үздік бітірдім. Бірақ неге мына шорт сияқты қона алмаймын? Неге мына балалардай бақытты емеспін? Себебі бұл жетістігімді анам көрмеді. Батыр, айналайын. Бүгінгі алған қызыл дипломың құтты болсын. Осының бәрі сіздің арқаңыз. Сіз маған көп нәрсені үйреттіңіз. Жоқ. Керісінше. Мен сенен үйреттім. Ана деген адамның басындағы алтын тәж секілді. Бірақ оны анасы жоқ адамдар ғана көре алады.